Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі видеода пияз қабығының пайдасы, қандай ауруға ем екені жөнінде айтатын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Пияздың емдік қасиетін көпшілігіміз білеміз. Суықтап ауырғанда көбірек пияз жейміз. Мұрыннан су аққанда пияздың сөлін тамызамыз. Тіпті жүрек пен бүйрек ауруына да пияздың шипасы бары белгілі. Ал пияздың қабығы туралы не білеміз? Оның емдік қасиеті орасан зор екенін естігенсіз бе? Сіздермен бірге денсаулыққа пайдаларынасы. Достар, біздің арнаға көрермендердің 99%-ы тіркеусіз қарайды екен. Сондықтан арнаға жазылып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Ал біз бастаймыз. Пияздың қабығы Е, Б, С, П дәрумендеріне, калий, магний, темір, мырыш және күкірт элементтеріне бай. Сонымен қатар құрамындағы каротин, кварцетин сынды заттардың арқасында вирусқа, инфекцияға қарсы күресетін күшке ие. Пияздың қабығы терінің саулығын жақсартады, әрі жасартады. Жүрек пен қан ауруларының алдын алады. Еркектік қуатты арттырады, иммунитетті нығайтады, рак ауруымен күреседі. Ағзаны шлактан тазалайды, аяқ ауруларын емдейді, шаршауды басып, қуаттандырады, ағзаны құрттан арылтады, ішек жолдарын реттейді, асқазанның жұмысын жеңілдетеді, мидың қан тамырларын тазалайды, қан қысымын қалпына келтіреді, қақырықты түсіреді, несеп жолдарының жұмысын реттейді, терідегі безеу мен экземаның жазуына септігін тигізеді. Қалай емдейді? Жүрек қан тамыр жүйесінің қуаттандырады, қанның ұюын болдырмайды, жараның тез жазылуына септігін тигізеді, жүрек қағысын реттейді. Асқазан ас қорыту жолдарының жұмысын қалпына келтіреді, ағзадағы шырышты шығарады, артық сұйықтықтан арылтады, әрі бүйрек ауруының алдын алады. Пияз туралы бірнеше қызықты деректер. Пияз 6000 жылдан астам уақыттан бері белгілі. Оның отаны оңтүстік батыс Азия деп саналады. Пияз ол жақтан Египетке, Грецияға, Римге тараған. Бүгінгі таңда пияздың 400-ге жуық түрлері белгілі. Олардың жартысынан көбі біздің елімізде де өседі. Ежелгі шаумерлер мен мысырлықтар пиязды құдайлардың өсімдігі деп атап, бүкіл жер беті көп қабатты пияз үлесіне сәйкес құрылған деп сеніпті. Ежелгі Египетте пияз қуат көзі мен ұзақ өмір сүруінің кепілі болған. Сондықтан ең көп мөлшерде жеген екен. Тұзды суда пісірілген пияз Орта және Кіші Азия, Жерорта теңізі елдерінде ең кедей топтарының, сондай-ақ жаңа дәуірден 3000 жыл бұрын өмір сүрген Египет пирамидаларының салушылары үшін тамақтарының негізін құрады. Хеопс пирамидаларын тұрғызған құлдар өздерінің төзімділігін, денсаулығын, күш-қуатын және жұмыс қабілеттерін сақтау үшін күн сайын пиязбен тамақтанған. Ежелгі гректер пиязды дәрі ретінде бағалайтын, бірақ өткір иісі үшін қарапайым халықтың тағамы деп санап, оны тамаққа сирек қосатын. Рим легионерлері жауынгерлерді батыл етеді деп сеніп, пиязды көптеп қолданған. Гладиаторлар бұлшық еттерінің нығайту үшін пияз майымен уқалайтын. Олимпиадалық спортшылар жаттығу кезінде пияз жеген екен. Қан айналымын реттейді. Варикоз, геморрой, белсіздік, атеросклероз ауруынан айықтырады. Ағзадағы артық тұзды шығарып, буынның айналасындағы ауруларды емдейді. Инфекциямен күреседі. Суыққа, вирусқа, саңырауқұлақтарға қарсы шипа. Сонымен қатар қайызғақ, табанның қотырын, тері ауруларының қабыршақтануды, терінің сезімталдығы мен тегістігін емдейді. Бұлшық еттердегі ауырлықты, шаршауды, күйзелісті болдырмайды. Сондай-ақ шаштың түсуін тоқтатып, қайраттандырып, қуаттандырады, әрі жылтырағанын арттырады. Қалай дайындайды? Бүйректі емдеу үшін 2 ас қасық ұсақталған пияздың қабығын 2 стакан суға салып, отқа қоясыз. Бір қайнатып шыққан соң қақпағын жуып қойыңыз. Шамамен 30 минуттан соң
тұнбаны сүзіп алып, бір ас қасықтан күніне 5 рет ішіңіз. Қан қысымы жоғарылаған кезде пияз қабығынан шай демдеп ішіңіз. 1 стакан қайнаған суға 1 ас қасық ұнтақталған қабықты саласыз. 10-20 минуттан соң сүзіп алып, шай ретінде ішесіз. Бұл шай қан қысымын реттейді, сіңірдің тартылуын қойдырады, әрі ісінуді болдырмайды. Сонымен қатар бас ауруынан айығасыз. Суық тигізуден сақтансаңыз, тәбетіңіз артып, қан тамырларды реттейді. Ал холестериннен құтылып, тамырдың саулығын арттырғыңыз келсе, мына тұнбаны дайындап ішесіз. Ол үшін 1 ас қасық ұнтақталған қабықты 1 стакан араққа саласыз. 2 аптадай күн тимейтін жерге тұндырып қою керек. Осы уақыт өткен соң тұнбаны сүзіп алып, 2 тамшы өсімдік майын қоясыз. Дайын болған тұнбаны 2 апта бойы тамақтанудан жарты сағат бұрын қабылдаңыз. Жүрек ауруын емдеу үшін 2 ас қасық пияздың қабығын, 1-2 ас қасық бақбақ тамырын және 1-2 ас қасық мыңжапырақ шөбін араластырасыз. Оны 1-5 литр қайнаған суға салып тұндырасыз. Шамамен 15-20 минуттан соң сүзіп алып, 150 мг-нан ішесіз. Емді тамақтанудан 1 сағат бұрын қабылдайсыз. Емдеу мерзімі 10 күн. Тағы бірнеше фактілер. Пияздың құрамында алма мен алмұртқа қарағанда қант көбірек. Бірақ сіз жиі диета ұстасаңыз да, бұл көкөністі рационыңыздан алып тастауға асықпағаныңыз жөн. Пияз сонымен қатар артық майды керемет кетіргіш болып табылады. Тіпті пияз қолданатын арнайы диета да бар. Оның барысында күн сайын пияз сорпасын ішуге кеңес беріледі. Ара шақса пиязды пайдаланыңыз. Себебі пияз ара уының уытын басады. Ол үшін сіз ара шаққан жерге пияз шырынын тез арада басыңыз. Құлақ қабынуы кезінде ауырсынуды жеңілдету үшін пиязды қолдануға болады екен. Майдалап туралған, буға қыздырылған дәкеге оралған пияздың күніне 3 рет жарты сағатқа құлаққа компресс қою керек. Мұндай компресс абсцесске, қабынуға және ұзақ емделетін жараларға да қолданылады. Жаңа сығылған пияз шырыны бұл ревматикалық ауырсыну, ісіну, шаштың түсуі, теміреткі, қайызғаққа қарсы тамаша ем. Ол үшін қажет аймақты пияз шырынымен ысқылау керек. Дәрігерлер пиязды жақсы адаптоген деп санайды. Себебі сағат белдеуінің ауысуына бейімделуге көмектеседі. Бұл туралы ең алдымен ұшқыштар мен бортсеріктерге берілген ең алдымен пайдалы. Әрине талғампаз жымиған бортсеріктен пияздың иісі шығып тұратынын елестету мүмкін емес. Бірақ рейс аяқталып демалуға уақыт бар болса, неге мұндай қарапайым және тиімді әдісті қолданбасқа? Бірақ қарсы көрсеткіштері де бар. Панкреатит, асқазан және ішек жарасы, жүйке жүйесінің қоздырғышы бар адамдарға пиязды көп мөлшерде жеуге болмайды. Бүйрек және бауыр, жүрек аурулары да бар. Адамдар ауруын ушықтырып алмасы үшін пиязды абайлап жеу керек. Атақты дәрігер Ибн Сина Авиценна өзінің дәрігерлік медицинасының каноны трактарының алғашқы бөлімін пиязға арнағаны кездейсоқ емес. Пияз Киев пен Мәскеу Русының барлық жерінде өсірілген. Нан мен кваспен қоса пияз шаруалар қолөнершілер үшін негізгі тағам түрі болған. Ежелден бері Рус жерінде және басқа көптеген халықтар арасында пияз бен сарымсақ жабысқақ аурулар мен індеттерге, ауа арқылы таралатын ауруларға қарсы жақсы өнім болып саналып келген. Гиннестің рекордтар кітабына сәйкес, бұрын соңды өсірілген ірі пияздың салмағы 6 килограмм болған және Англияда өсіріліпті. Сіздермен бірге денсаулыққа пайдалы арнасы. Видео ұнаған болса достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Келесі кездескенше аман жүріңіздер.